Өзіңе қолың тар болса, ақшаң азаяды. Неге? Себебі адам өзінен ақшаны аяған кезде, ол әлемге маған ақша керек емес, яғни мен көп ақшаға лайықты емеспін деген ақпаратты жібереді. Сол себептен де ақшаның блоктарына осындай қарапайым нәрселер әсер етеді. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен әйел және ақша тақырыбы туралы қозғайтын боламыз, және жалпы ол тек қана әйелдерге ғана емес, ер азаматтарға да пайдалы болады. Ал мен бастаймын. Ең әуелі, неге адамның қолы әсіресе өзіне тарлана бастайды? Неге ол өзінен аяйды? Неге бірінші орынға өзін емес, басқа отбасын, балаларын, жолдасын, тағысын деген нәрселерді қоя бастайды, әсіресе әйелдер. Енді бала кездегі кезеңге оралатын болсақ, ең алғашқы травмаларды именно сол кезде алады ғой адам. Сол себептен де мына, егер де ол, әсіресе қыз бала болса, егер оның анасы өзіне ештеңе алып үйренбеген болса, ол жолдасынан ақша сұрай алмаса, ол үнемі жертва позициясында өмір сүрсе, оның жалпы ақшасы болмаса, қыз балада әйел адам өзіне бір зат алуға болады екен, әйелге ақшаны бұзуға болады екен, әйелге еркін өмір сүруге болады екен, әйел жақсыға лайықты деген нәрсе мүлде болмайды ол картина. Неге мысалы бай қуатты семьяда өскен қыздар, олар кішкентайынан уже үйреніп қалған, олар шаштарын салонда қидырады деген сияқты, кішкентайынан жақсы сапалы заттар алады деген сияқты. Оның миы уже сондай нәрсеге үйреніп кетеді. Сол себептен де енді кейбіреулерде мүмкіндік болады, кейбіреулерде мүмкіндік болады. Енді одан де терең қарайтын болсақ, кейбір адам дүниеге келместен бұрын ол ата-анасын, отбасын таңдайды деп айтып жатады. Сондықтан да ол определенный бір сабақтары үшін сол ата-ананы таңдайды. Сондықтан да бұл жерде енді без вариантов. Дегенмен де өскен кезде мысалға психологтардың көмегімен, осындай видеолардың көмегімен әр әйел, әр адам сол травмалармен жұмыс жасай алатын болады. Яғни адам өскеннен кейін оның орысша айтқанда денежный емкості кішкентай болып қалады. Ол андай ақшаны бұзсам жетпей қалады, немесе маған бұзған дұрыс емес деген сияқты, одан андай чувство вины болады ғой, жаңағы мен оған лайықты емеспін деген сияқты ойында ойлар болған кезде, әрине ол өзіне тіпті 1000 теңге жаратса да, өзіне 5000 теңге жаратса да, ол оған қатты өкінеді. Прям іштей өкінеді. Өзіңізді сезіп көріңіз. Мысалға, егер де сізде сондай шынымен сіз өзіңізге қолыңыз тарланып қалатын болса, үнемі, онда өзіңізді бақылаңыз. Мысалы, дүкенге барған кезде, бір жерге барған кезде, өзіңізге бір зат алған кезде іште қандай сезімдер болады, Яғни негатив сезімдер болса, оны негативтен позитивке ауыстыруға болады. Егер ол туралы анығырақ білем десеңіздер, техникалармен жұмыс жасаймын десеңіздер, онда консультацияға келсеңіздер болады. Сол жерде сізбен тікелей жұмыс жасап, жаңағыдай бүкіл травмаларыңызбен, және ақша блоктарыңызбен, және жалпы мүмкін сізде басты мәселе ақша болмаса да, мүмкін сіз осыған ырза болсаңыз да, байып тұрмасаңыз да, ондай да адамдар бар, қатты ақша маңызды емес. Осы барына шүкіршілік етіп отыра беретін адамдар бар. Право выбора, қыздар. Кім қалай өмір сүрем, солай өмір сүрем дейді, солай өмір сүреді. Сол себептен де консультацияға келіңіздер, міндетті түрде сіздермен сөйлесеміз, жұмыс жасайтын боламыз. Номер WhatsApp жазылған. Яғни басында айтып өткенде, қыз балаға неге қыз бала өзіне жаңағыдай қол тарланады? Жалпы өзіне қол тарланған адам елге де сондай да. Яғни ол жаңағы ақшаны жаратуға қорқады, өйткені оған ақша өте қиын жолмен келу мүмкін да. Сол себептен де мүмкін бала кезінде қатты қиналды, және ол ақшаны жіберу үшін оған кәдімгідей күш керек та, кәдімгідей уақыт керек. Сол себептен де бұлай өмір сүрмеу ол сіздің мысалға құқығыңыз, бірақ мен дәл сіздің өміріңіз сондай екен деп айтқан жоқпын, бірақ егер сізге бұл жақын болса, онда жеке өзіңізге қабылдасаңыз болады. Яғни сіз бірінші очередь не істеу керек? Яғни таңдайсыз, егер де жоқ, мен бұлай өмір сүргім келмейді, мен жаңағыдай қаржылай сауаттылығымды арттырғым келеді, мен жас табысқа шыққым келеді, мен шынымен еркін ақшамды өзіме, әлемге, бала шағама, отбасыма бұзғым келеді десеңіз, құртқым келеді десеңіз, онда бұзғым келеді, онша келмейді екен. Жаратам десеңіз, ақшаңызды жеңіл, оңай табам десеңіз, онда әрине ең әуелі сіздің ақшаға деген қарым-қатынасыңызбен жұмыс жасау
жасау керек, иә. Өзіңізге үнемі қойыңыз, неге мен үлкен ақшадан қорқамын? Осы сұрақ көп көмектеседі. Неге қорқамын, неге жолатпаймын, иә. Сол себептен де енді жаңадан психологияға келіп жатсаңыз, мұндай нәрселерді әлі дұрыс түсінбесеңіз, әрине қиын болады, дегенмен мамандарға барсаңыз болады. Немесе осындай жеңіл техникаларды жасап, өзіңізге көп ақша табуға рұқсат беріңіз. Негізі бұл видео арқылы мен не жеткізгім келіп отыр? Яғни адам өзінен аяса, немесе әлемнен аяса, жалпы айналасындағы адамдардан аяса, 5 тиын ақшасын шығара алмаса, онда ол ғаламға, Алла тағалаға, яғни керек емес, немесе маған жетпейді деген сияқты ақпараттарды жібереді. Сол себептен де әр жасаған ісімізге, әр айтқан фразамызға, әр сөзімізге үнемі ұқыпты болу керек. Жетпейді, аз, ол байлар деген сөзді айтпаңыздар. Байлар деген значит, сіз солардың қатарына өзіңізді кіргізбейсіз деген сөз. Яғни байлық дегеннің ұғымы да әртүрлі ғой. Мысалға сіздің денсаулығыңыз бар болса, значит, сіз уже байсыз, иә. Бүгін өмірде бар болсаңыз, уже жақсы, уже байсыз. Бала шағаңыз болса, уже күшті, иә. Үйіңіз, жайыңыз, жолдасыңыз болса, тамағыңыз болса, уже байлық, иә. Сол себептен де үнемі байлар деген сөзді қолданбаңыз. Өзіңізді сол адамдардың қатарына кіргізіңіз. Мен баймын, мен қуаттымын, менің олардан ешқандай жерім кем емес, иә. Және адам өзіне қолын ашып, өзіне бір зат алуға рұқсат берген сайын, оның ақшамен қарым-қатынасы жақсарады. Ақша оған тартыла бастайды, иә. Енді санамен көп жұмыс істесеңіздер, онда көп ғажап жағдайлар болады. Егер қолыңыздан келмей жатса, консультация келіңіз, немесе ақшаға қатысты ақша дос деген атты курсымды алсаңыздар болады. Жалпы бірнеше курстар бар. Консультация бойынша, курс бойынша білгілеріңіз келсе, осы WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздермен хабарласып, керек ақпаратты беретін боламыз. Ал жалпы бүгінге осы, келесі көріскенше күн жақсы достар.